1979 жылы Мәскеуде өткен екінші халықаралық кітап көрме жәрмеңкесінде оқырмандарға жүргізілген сауалнама бойынша әлемге танымал 100 жазушының есімі анықталды. Ол тізімде Дэвид Селлинджер, Ги де Мопассан, Антуан де Сент-Экзюпери, Рабиндранат Тагор, Александр Блок, Анна Ахматова, Михаил Шолохов, Расул Ғамзатов, Шыңғыс Айтматовпен бірге қазақ жазушысы Әбіш Кекілбаев бар. Алайда бүгінде шығармалары дүниежүзіне тараған Әбіш Кекілбаевтың бала кезіндегі арманы басқа болатын. Шетте Маңғыстауда тудым, Маңғыстау шетте қалған аудан еді ол кезде. Шаруашылығы да, экономикасы да артта қалған еді. Жолсыз көп нәрсені көрмейтін, көп нәрсені естейтін, айда жылда поштасы бір соғатын жерде туып өстім мен. Соған байланысты менің ең бірінші арманым өзім өскен ортаны, өзім өскен түбекте жаңа жыл болса екен деп тіледім. Сөйтіп мен әуелі геолог болуға құмартты. Өйткені ол кезде геологтар көп кезіп, Маңғыстауды көп кезіп жүретін, ананы табамыз, мынаны табамыз. Мен де соларға еріп біраз сергелдеңге түстім. Әдебиетті жақсы көрдім, семнен оқыдым, ептеп өлең жазып жүрдім. Бірақ әдебиетші боламын деп армандаған жоқ. Тұр орнында дүние жермен көгім. Неге мұнша мен осы шермен демін. Тұр орнында арқайын елмен жерім. Жөн босылай теңселіп сенделгенім. Сенделгенім жөн бекен жан сауында. Жасца жетіп ғажайып тамсануға. Қармақ кірген балықтай жем сауына. Қақым барма опынып сан соғуға. Санды соғып опынар қақым барма. Жансыз да арзық, жанды да ақым барда. Өкпайтқаным ажал кеп қалқымдарда. Нәр тамзар аузыма жақындарға. Шермендемен ешкімге есем кетіп, жетіп жатыр қусам бақ, жесем несіп. Дәлі демен тау қуған тепең десіп, жетім демен әкем көк, шешем бесік. Бесік løп-løп соқтырған жүрегімді, көк жарылқап жеткірген тілегімді, ақылым нысап керегін біле білді, неге шіркеу шырмайды реңімді. Жазушының тілінде де, ділінде де мән жоқ. Қашанда сергек, қашанда сезімтал, бәйгенің алдынан ғана келетін тұлпарларға ұқсатам мен Әбішті. Ал аспанға қарасам, оның жұлдызын оңай танимын. Оның жұлдызы сол Әуезов, сол Шолохов, сол Айтматов. Сол Нұрпейісов жұлдыздармен қатар тұр. Ол да жарық жұлдыз, мәңгі жанатын жұлдыз. 57 жылы жастардың Москвада фестивал болды, дүниежүзілік фестиваль. Осыған байланысты облыстардан бастап фестивальдер өтті. Өре облыстық фестивальға 10-шы класста оқып жүрген мені де шақырды. Сонда жүрген кезде бізге обкомның бірінші хатшысы болып Нұртас Оңдасынов деген ағамыз келді. Сол бірінші өткізген бюро жиналысында Маңғыстау ауданының жастарының үндеуі талқылауға қойылды. Сонда әлгі біразға дейін тыңдап отырып, Нұрекең бір уақытта қолындағы балалардың суреттерін көрсетпейді. Әй, Маңғыстау мен Гурьевке қойшы болмай жүрсіңдер ме сендер? Маңғыстау мен Гурьевке қой табылса, қойшы табылады. Балдарды жолдан қалдырмаңдар дейді. Қолындағы азды лақтырып жіберді. Сөйтіп, бұл мәселе жабылып қалды. Осыған байланысты Ленинский смена газетінде үлкен мақала шығып, Нұртас Оңдасовты сынады. Бірақ Нұртас Оңдасовтың райынан қайтқан жоқ, біздерді оқуға жүреді. Сөйтіп келсек, уже кеш болып қалған кез, жол қиын. Ең соңғы күнінде келдік. Келсек, горныйға адам жібертпейді, уже документ қабылдамайды. Басқасына жүріп, сөйтіп мен Казгуға документ тапсыруға тиіс болдым. Журналистика факультетіне түсемін деп, журналистикаға арыз бердім. Экзамен тапсырып болғаннан кейін сол жылы
елде үлкен өзгеріс болды оқу программасында. 10 класты бітіргендерді мен қоса 2 жыл жұмыс істегендерді оқуға шақырды. 2 жыл оқуға істегендер 3-ке тапсырса да оқуға түсетін болды. Солардан қалған орындарға мектептен келген адамдарды алатын болды. Сол бойынша біздің журфакқа 25 бала өндірістен шақырылғандар түсті. Бізді жаңағы мектеп бітіргендер тіл әдебиет факультетіне ауыстырылдық. Мен әдебиеттен мектепте оқып жүрген кезімде құрмет СК комсомолдың құрмет грамотасымен мадақталған болатын. Сол оқуға түсетін жылы 2-ші рет құрмет грамотасын алдым. Әдебиет шынында да мені жібермеді. Әбіш Кекілбаевтың көркемдік палитрасының қуаты мен қасиеті осында. Ол ежелгі аңыз әңгімелерді бүгінгі күннің елегінен өткізіп, тарихи философиялық тұрғыдан екшеп отырады. Сол аңыз әңгімелерден күллі адам баласына ортақ адамшылық тамырларды тауып отырады. Өткен күндер шындығына бүгінгі күннің жарық сәулесін түсіреді. Кекілбаевтың суреткер ретіндегі ерекшелігінің бір парасын осы төңіректен іздеуіміз керек. Ол университетте әдебиет бірлестігін басқарды, жас талаптар шоғырын жарыққа шығарады. Қадыммен бірге жүретін кезім зор кезде сонда айтып отыратын еркін деген бір дүлей ақын бар, оны көрсең таңғаласың. Пушкин атындағы кітапханада келіп, ғали орман бір топ жазушылармен келіп, кімге еркін таныпқа қойшылар атты поэмасын оқыды. Еркін десе еркін сөйлейтін жігіт екен. Поэмасы көп адамдарға, көріп отқан тыңдаушыларға бірден әсер етті. Көбіне таңсық болып көрінді. Өйткені оған дейін бұлай еркін сөйлеу қазақ поэзиясында жоқ еді. Шын мәнінде қойшылар арқылы қазақ даласын бүкіл қойдың еліне, қойшылардың еліне айналып кеткеніне күйініп жырлады. Қойшыларды мақтаған болып отырып, бүкіл ұлттың құнсызданып бара жатқан қойдан басқа шаруасы болмай қалған тіршілігі туралы аса тапқыр, аса қиқар өлең оқыды. Соңғы курста оқып жүріп, Қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарады. Мұнда ол сыншылық қабілетімен көзге түседі. Ол кезде жазушылар одағында ақындар сәрсенбілігі дейтін күн өтетін. Сәрсенбі күнгі ақындар жиналатын үлкен кішісі бар. Сосын ақындар қайна кімнің өлеңі бар деп ортаға шығып өлең оқитын. Әдебиет сені қуды аластады деп айтуға болмайды. Біздер тек сәл нәрсе болса әдебиетшілерден көреді, әдебиеттен көреді, сол ортадан көреді. Ондай мінездің әрине барлық уақытта болады. Болған, бола береді, бұдан да кейін болады. Оған салса әдебиетте ештеңе шықпайды. Ал жазатындар оған қарама қарсы әрекет ету арқылы жазады, ерегесіп жазады. Әбіш Кекілбаев 20 ғасырда қазақ қауымының, түркі әлемінің заңғар жазушысы, кешегі Мұхтар, Сәбит, Ғабит сияқты алдыңғы толқын ағаларымыздың мұрагерлерінің бірі. Бұл күнгі қазақ әдебиетінің туын ұстаушылардың бірі. Қазақ әдебиетінен кейін 1962-65 жылдары аралығында Ленчіл жас газетінде бөлім меңгерушісі болды. Менен кейін Жұмекен тұрды. Сол бөлімге бастық болды. Содан бастап әдебиеттің бүкіл өлгенше әдебиеттің тіршілігімен кетті. Жұмекеннің бағы, мен өзім айтқандай балауса деген жинақтан бастаймын, 61 жылдан басталды. Нағыз Жұмекен, нағыз ақын. Содан бері мен қарай әлгеден өлгенше жалғасып кетті. Әрине, Жұмекеннің жырының халықтың арасына кең таралуына, оның жазған өлеңінің кейін гимннің тексті болып енуіне де мықты әсер еткен болуы керек. Бірақ жазушының үлкен жолы оны тек оған ғана қарамайды, бір өлеңге қарамайды. Бір өлеңді Михалков та жазды, бүкіл Михалковтың бір өлеңмен ашылған жоқ қой. Талай нәрселері бар ой шығармалары. Ал Жұмекеннің шындағы лирикаларында. Ол бір сырлы 8 қырлы талант. Ол талантты ақын, талантты сыншы, талантты прозаик. Бір кісіге осының біреуі де жетер еді. Оған табиғат үшеуін де берген. Екі кеменің құйрығы демекші бұл жігіт
үш кеменің құйрығын ұстап келеді. Мен де біраз жерді көрдім, бірақ барлық жерді мен Маңғыстауда туған баланың көзімен қараймын. Соның көзімен қарап өлшеймін, сонымен қарап бағалаймын. Жазған кітаптарымда да солай жазатын шығармын деп ойлаймын. Туған жөні бөлек. 16-ға дейінгі баланың есінде қалған нәрсе өмір бақи соның есінде қалады. Мен Алматыда бәлен жыл өмір бақи тұрдым. Алматының таңының қалай атып, күннің қалай бататынын суреттеуге батылым бармайды. Ал ауылда таңның қалай атып, қалай батқан әліге дейін сағынып тұрып жазамын. 362 әулие мекен еткен Маңғыстауда көптеген жезтаңдай әншілер, күміс көмей жыршылар, күйшілер ғұмыр кешкен. Жазушының әкесі Кекілбай Ақсақал әдемі қоңыр дауысы бар, күйді нақышына келтіре ойнайтын кісі болыпты. Ол 1941 жылы соғысқа аттанып, сол кеткеннен оралмады. Анасы Айсәуле Таушықтағы көмір шахтасында жұмыс істеп, 1963 жылы баласы Алматыға көшіріп алып кеткенге дейін ауыр еңбектен қолы босамаған қайратты адам болған. Яңғыз баланың тілегін тілеп, от шақта, тұрсақта, жұмысқа шаршасақта, додан қуат алып, жұмысқа налысақта, содан Алла тағалада жаңа пір берген кішіге дейін нерем алып, сыйынып, соның бір қалған сүйегі болса да иіскеп, жаңғыз бала өзі оқыды, өзі қойды. Қонақ келсе ауырып жатып тұрып кетеді, жазылып кетеді. Сонда маған айтады, айналайын, келіндемекке бара, бір әсім етің артыңда тұрсын. Қонақ келгенде сөмкіңді ұстап магазинге шаппай. Қонақ келгенде қабағыңды шытпай тамақ бер. Сондай нелерді өсиеттерді айтты ғой. Тәңірмен туған ана әбішке келісті келбет берген. Атақты философ Артур Шопенгауэрдің байқауынша, кісі келбеті бұл адамның кім екенінің кепілдемесі. Өзі туралы ашық хат іспеттес. Міне мен осындай адаммын деген мінездеме оның дидарында ап-айқын жазулы тұрады. Квартирада тұрып бір жыл. Сосын ұялды. Басын бір айдан кейін келдім, оқуға бітіріп Ақтөбеден мединститут. Екеуміз бір мектепте оқыдық. Мен 9-шы класста оқыдым, ол 8-шы класста оқыдық, біздер танысқан кезде. Содан бір мен қарай бірге келе жатырмын. Келін ғой, ауылдың келіні. Үлкен ұлдың келіншегі мынау. Мынау қыз заты. Үш қыз, осы бұнанікі. Мынау күйеу бала. Мынау әулеттен кейінгі қызымыз, Зәузат. Кім ғой Зәузат? Хамит Ерғалиев. Әулетті қойған Дүйсенбек Қанатбаев. Мен қойған жоқпын ешқайсысын. Бір бала атын қойған жоқ. Сәулет деген қызымыз бар. Оны Қайрат Жұмағалиевтің мамасы. Дәулет деген баламызды мен қабат кезінде ауылда мамамның ағысыны бар. Клара босанат, ұлталат атын Дәулет қойсын деп звондап айтып жүр. жыл жазушының қабырғасын қайыстырып біткен ауыр жыл болды. Ұлы әулет жол апатынан қайтыс болды. Әбіш Кекілбаев қаламгер ғана емес, ел игілігі үшін тынбай еңбек етіп келе жатқан қайраткер. Ол Қазақ КСР мәдениет министрлігінде Қазақфильм киностудиясында қызмет істеді. Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінде мәдениет бөлімінде нұсқаушы, сектор меңгерушісі болды. Сонда бөлім бастығы болып отырған кезімде бір кісі кіріп келді есіктен. Сосын мен орнынан түрегеліп сәлем бердім. Сосын қарағым отыр деп мені отырғызып қойды. Менің алдымдағы столға келіп отырып, мен оңда сынып деген боламын деді. Мен қайта тұрып оңда сынып. Сосын деді,
Сен Кекілбаев болғанда қай Кекілбаевсың деді. Сосын мен күліп қарадым, бірақ ештеңе дей қойған жоқ. Сен 57-ші жылы Маңғыстауда орта мектеп бітірдің бе деп сұрады. Иә, бітірдім. Сондағы үндеуге қол қойған үндеудің мен бірінші комсомолдың секретарымын ғой. Бірінші болып қол қойған ғой. Сонда сендерді мен оқуға жібертпеп едім. Соның дұрыс болды ма, теріс болды ма деді. Дұрыс, рахмет аға, осылай деп айттым ғой сонда. Сөйткен оңдасынып келіп, солында сол күні екеуміз кетіп, біраз әңгімелестік, жазып жатқан шығармаларын айтты. 2 жылдан кейін бір күні маған бір әйел адам кірді. Мәскеуден келе жатыр едім, сізге Нұртас Дәндібайұлы соғып беріп кетті деп, бір нәрсе беріп еді деп, бума газет шығарды. Сосын Нұртас Дәндібайұлы қайтыс болды ғой деп еді. Мен соған барып келер адам деп сөйледі. Содан жаңағы кітабы шыққан кітабының бір данасын маған алық сөзімен, өзінің сөзімен жазып беріп жіберген екен. Әбіш Кекілбаев 1989-1990 жылдары Қазақ КСР тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы орталық кеңесінің төрағасы болды. Жошы бұл жерлердің бәрін қуандықтап қалуға тырысқан өзінің ұлысы ғой. Орасаққа қарайтын қаласы жері. Шағатай қоған қалатын жердің бәрін бүлінгенін жақсы көргенде ылғи соғыс жасаған, қырған, өзендерді бөгеп суға тасытқан, мысалы үргеніш сөйткен, сол сияқты қоғамды сол қатты қырған жер екен. Соған байланысты Жошы әкесін інісіне ренжіп, ертіс бойына кетіп, бұдан Ұлытауға кетіп, араздасып өлгендерін білесіздер. Содан қалған жерлер деп есептелді. Енді бұл аңыз жағы. Бірақ аңыздың ар жағында міндетті түрде ол тегіннен шықпайды. Оның ар жағында қазір тілмен айтқанда бір ақылға сыйымды бір дән, жаңғақтың ішінде жатқан дән сияқты дәндер болу керек. Осы ретпен келгенде бұл қала бірнеше рет Жошыдан да кейін өмір сүрген болу. Мемлекеттік кеңесші, Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы қызметтерін абыроймен атқарған Әбіш Кекілбаев, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан Республикасы президентінің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты. Ол 2003 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев орденімен марапатталды. Меніңше Кекілбаев қайсын мен қандай сынаққа да қасқайып қарай алады. Әбекең әдебиет босағасын аттаған күннен бері үзіліссіз, бәсеңдеусіз, қаламын қару етіп келе жатқан бетті публицист. Ол елдің, әдебиеттің тарихы мен тіршілігіне ешқашан енжар қарап көрмеген адам. Сондықтан қай кезде де қалам сардарларының алдыңғы сапында. Қазір әдебиетке көңілім толады. Өйткені себебі қазір әдебиеттің оның ішінде әсіресе поэзияда ақындар Жұмекеннің тұсындағы, Қадырдың тұсындағы, Мұқағалидың тұсындағы, Еркіннің тұсындағы ақындардан әлдеқайда бақытты. Бұлар не жазамын десе де жазалады. Сен бұлай жазбадың деп ешкім қолынан қағып атқан жоқ. Сен өйтпедің, бүйтпедің деп ешкім бір-бірін сынап татқан жоқ. Бірақ соны пайдаланып жүргенде жақсы әріптестеріміз бар, өзінің жолын тауып, өзінің үлкен әдебиетте орнын тауып келе жатқан. Соны бірақ босқа шашып рәсуа қылып жүрген күштер де көп. Ол енді жалпы ұлттық санамыздың, суреткерлік танымымыздың әлі балаңдығынан болып жатыр. Әдебиетте бұндай қайта туу, қайта жаңару кезі қай уақытта да жеңілге түспеген. Біз түгелі осындай құбылыстарды бастан кешкен француздар, ағылшындар, америкалықтар біраз жылға дейін өз бойын жия алмаған, өз күшін таба алмаған. Сондай рухани үлкен құбылыс біздің басымызда бар ғой деп есептеймін. Ал бірақ әдебиеттің басына туып тұрған күн Құдайға шүкір дұрыс. Ол тек әлгі жоқтаумен, я болмаса бар жоқты айтумен анау қалай еді, мынау қалай еді деп қазбалықтан әдебиеттің көксі көгермейді. Әдебиет жұрттың көріп тұрған
айту менен жұртты ақылды қыла алмайды. Жұртты онымен жеңе алмайды. Жұрттың көре алмай тұрғанын айту керек. Көре алмай тұрғанды көрсету керек. Көре алмай тұрғанды ұғындыру керек. Сонда ғана әдебиет өзінің үлкен миссиясын атқарады деп есептеймін. Менде жазамын деген нәрсе көп. Әбіш Кекілбайұлының көптеген шығармалары шет тілдерге аударылған. 1962 жылы жарық көрген алғашқы өлеңдер жинағы алтын шуақтан бастау алған бір шөкім бұлт, дала балладалары, дәуірмен бетпе-бет, бір уыс топырақ, тырау-тырау тырналар, ұйқыдағы арудың оянуы, шыңырау, үркөр, елең алаң атты туындылары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланды. Соңынан келе жатқан жастарға мен негізінен ризамын. Қазіргі жастар өйтіп жатыр, қазіргі жастар бүйтіп жатыр. Жастар олай болып кетіпті, былай болып кетті деген сөз әуелден бар сөз. Бұдан жаңағы біз айтып отқан көптеген мұңдылықтар бұрында солай айтылған. Кейінгі жастардан қорқап пайдалану, кейінгі жастардан үрке сезіну, ол адам бойына тән мінез. Адам қартайғасын кейінгіге сыншыл болады. Максималист көзбен қарайды кейін өзінен кейінгі ұрпаққа. Ол да адамды өсіретін мінездердің біреуі болып есептелуі мүмкін. Өйткен себебі соны көріп кейінгі ұрпақ жаңағы сол ұғымды жоюға, өзін дәлелдеуге тырысады, ұмтылады, жігерленеді. Сол шамасы дамуға бағытталған қауымның бастарында болатын мінез болу керек деп есептеймін. Қазіргі ұрпаққа салсаң, қазіргі ұрпақ Құдайға шүкір ешкімнен кем емес. Тек қана қазақтың баласы мен қазақтың баласы ғана жарысып қоймайды. Қазір қазақ баласы планетадағы қанша ел бар? 200 ел мемлекеттей тек біріккен ұлттар ұйымының мүшесі ғана бар. Сол 250 мемлекеттің қай-қайсымен де қазір қазақ баласы жарысқа түсе алады. Бұл қазақ баласының басында, бұған дейінгі халықтың басында болды ма, болмады ма, мен ескі тарихты біле алмаймын. Ескі тарихта кейбіреулер тек өзінің төңірегіндегі 5-6 мемлекетті білуі мүмкін. Батыста, орыста, шығыста, Қытайды ғана білуі мүмкін. Жетімен Америка барын, оның жағында басқалар барын, кейін барып көрді, кейін барып естіді. Көп жұрттың көбінің осы біздің тұсымызда ғана естіді. Шын мәнінде біздің халқымыздың басындағы қазіргі рухани өсу, рухани жеделдеу ешкімнің басында болмаған жағдай деп есептеуіміз керек. Осындай үлкен жеделдеудің тұсында халыққа көп нәрсе аз көрінеді. Өзінің осы үлкен рухани жеделдеуі де аз болып көрінеді. Біз анадан не көзбаймыз, мынадан не көзбаймыз. Машина жасауда, басқаларда америкалықтардың неге алдына түсіп кетпейміз, ағылшындардың неге алдына түсіп кетпейміз. Кейбір темір-терсек жағынан тіпті Орыстанда қалып қойып жатырмыз, ол неге деп кіжінулер көп. Бұл дұрыс кіжіну. Өйткені себебі ұлтты осылай қамшыламасақ, ұлтты өзіміз қамшылайтын заманда ұрпақтың көңілі бітпеу, бір ұрпақтың екінші ұрпақтан үмітпен қарауы, талап етуі дұрыс деп есептеймін. Сондықтан ұрпақтар бірінен бірі талап етсін, бірақ бірімен бірі жауласпасын. Арғы түбі бір қазақтың баласы екендігін, бір қазақтың тілегінен басқа тілек жоқ екенін ұмытпасын. Әбіштің кеңістікті кеңінен шолып алмай, уақыттан ұту мүмкін бе деген тарихи тұжырымы түпкі нәтижеде адам өмірін тезірек асқақтатудың барлық бастауы білімде екенін білдіріп-ақ тұр. Себебі құр даңғаз емес, біздің бәріміздің рухани жетілуіміз ғана рух ұлылығына апарады. Ең үлкен осы өмірде ең үлкен қуанышыңыз не дейтін болса, ол біздің бала жасымызда біз үшін қиял болған, біз көре алмайтын, бізден кейінгі бірнешелеген ұрпақтардың көрмеуі неғайбыл болып есептеледі. Біздің ата-бабаларымыз сол үшін отқа түсіп, омырауы жуылып кеткен үлкен тарихи оқиғаны көргеніміз. Ол қазақтың да қалған жұрт сияқты ел болам деп талап етіп атқандығы. Бұл біздің ең үлкен бақытымыз. Осы еттен келгенде мен өзімді өте бақытты адамын деп есептеймін. Ал бірақ түгел бақыт ма? Осы ел шын мәнінде осы әлтек күйден кетіп,
ешкімнен ештеңе сұрамай терезесі тең тұра алатын жағдайын көре алсақ, онда біз айтар едік, біз дегенімізге жеттік деп. Бірақ ондай күн болады, оған біз жетпесек, басқалар жетеді. Біз де әкеміздің көрмегенін көріп отырмыз, ата-бабаның жетпегеніне жетіп отырмыз ғой. Сондықтан біздің ұрпақтарымыз да сөйтіп жететін шығар деп ойлаймыз.